Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Донерімізді жасау үшін бізге тауық еті, картошка, қияр, помидор, сәбіз, лаваш, кетчуп, майонез және дәмдеуіштер керек болады. Тауық етімізді маринадтап аламыз. Бірінші тұзымызды сеуіп, жақсылап тұздап аламыз. Одан кейін тауыққа арналған приправамыз себеміз, паприкамыз себеміз, кетчуп, майонезімізді, соя тұздығымызды құйып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Противнге тауық етін салып, қасына фольга төсеп, картошкамызды турап, екеуін бірге пеште пісіріп алдым. Міне бәрі пісті, бәрін алдын ала турап дайындап алдым. Енді донерімізді жасауға кірісетін боламыз. Лавашымыздың бір жақ шетіне кетчуп майонезіміз жағамыз, тауықтың етін салып, сәбізді, картошка фриді, қиярды, қайтадан кетчуп майонез, помидорымызды салып, жақсылап екі жақ шетін қайырып, орап алатын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне осымен біздің донерларымыз дайын. Енді донерімізді құрғақ табада екі жақ шетін қуырып алатын боламыз. Міне біздің үй жағдайында жасалған донеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар және арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Ас болсын.